Әңгіме көптеген балалар бірге көңілді ойнайтын үлкен бақтан басталады. Дәл осы сәтте Лена есімді қыз барлығын жинап, қызықты оқиғаны айта бастайды. Ол ғалымның қарапайым ойыншықтарға ұқсайтын, бірақ шын мәнінде өте ерекше жетілдірілген құрылғылар жасап жатқанын түсіндіреді. Содан кейін ол бұл құрылғыларды әлемді құтқару үшін маңызды миссиямен өткенге жібереді. Осы құрылғылардың бірі 21 ғасырға жатады. Онда бізді Сиэтлде тұратын екі ағайынды Нох пен Эмма таныстырады. Пасха жақындап қалды. Сондықтан олардың отбасы жағажайдағы үйде бірнеше күн өткізуді жоспарлап отыр. Бірақ соңғы сәтте олардың әкесі Дэвид жұмысына байланысты қалаға оралуға мәжбүр. Сондықтан Нох, Эмма және олардың аналары Уитби аралына жалғыз кетті. Олар келе салысымен сөмкелерін тастап, тікелей жағажайға қарай жүгірді. Нох өзінің кішкентай серфинг тақтасымен суға түсейін деп жатқанда, Эмма оны тоқтатып, мұхитта қалқып бара жатқан бір түрлі нәрсені көріп тұрғанын айтты. Нох тексеру үшін жақындап келіп, құмға қадалған жұмбақ қорапты тапты. Көп күш жұмсағаннан кейін оны суырып алды. Қорапқа қолын тигізген бойда жасырын бөлік ашылып, ішінде әртүрлі геометриялық пішіндермен қапталған бір түрлі жарқыраған кристалл пайда болды. Нох кристаллға таңдана қарайды. Ол мұның не екенін түсінбейді, бірақ оның ерекше нәрсе екенін сезеді. Сондықтан ол қорап пен кристалды үнсіз жасырады. Төсегінің астына. Біраз уақыттан кейін олардың анасы оларды кешкі асқа шақыруға келеді де, Нохтың бірдеңемен ойнап жатқанын байқайды. Ол оған кристалды көрсеткенде, ол оны кәдімгі тас деп ойлайды. Ол одан жарық пен энергияны көрмейді. Бұл оның шынайы күшін тек Нох пен Эмма ғана көре алатынын анық көрсетеді. Бұл құпияны одан әрі тереңдетеді. Түн батып бара жатыр. Нох ұйықтап қалады. Бірақ Эмма қорап туралы ойлана береді. Ол оны ақырын қайта ашады да, бұл жолы ішінен тағы бір құпия бөлімді тауып алады. Оның ішінде қабық, тас және кішкентай ойыншық қоян бар. Эмма қоянды көрген сәтте онымен байланысты сезінеді. Кенет қоян бірдеңе айтқысы келгендей оғаш дыбыстар шығара бастайды. Ең таңғаларлығы, Эмма мұны шынымен түсіне алады. Қоян өзін Мимси деп таныстырып, адамдарға көмектесуге жіберілгенін айтады. Осы кезде Нох оянып, Эмманың қораппен ойнап жатқанын көреді. Ол оған бәрін орнына қою керектігін айтады, бірақ Эмма бас тартады. Осы кезде тас жерге құлап, бірнеше бөлікке бөлінеді. Нох анасы ештеңе білмеу үшін оларды тез жинай бастайды, бірақ ол бұрылғанда шошып кетеді. Эмма оның бір бөлігін ауада қалқып жібереді. Барлық бөліктер біріктірілгенде олар айнала бастайды және күшті күлгін энергияны шығарады. Эмма қолын қуат көзіне қояды, бірақ әдеттен тыс ештеңе болмайды. Екеуі бір-біріне шошып қарайды. Өйткені олар шынымен не болып жатқанын білмейді. Келесі күні таңертең ағасы мен әпкесі жұмбақ заттармен тағы бір рет тәжірибе жасауды шешеді. Жағажайда Эмма Мимзимен ойнап, мұхиттың шуын тыңдап, құлағына раковинасын қойды. Бірақ Нох сол қабықты құлағына қойғанда, ол мұхиттың шуын естіп қана қоймайды. Ол айналасындағы әрбір кішкентай дыбысты, бүкіл табиғат бір-бірімен байланысты сияқты анық ести бастайды. Кенет ол басқа дыбысты естіді. Ол оған еліктеуге тырысты, ал жақын жерде отырған өрмекші оның торында қозғала бастады. Нох аң-таң болды. Өйткені оған қабық жануарлармен араласуға мүмкіндік бергендей болды. Бірнеше сағаттан кейін жағдай одан сайын оғаш бола бастайды. Нох кристалды мұқият бақылап отыр. Өйткені оның ішіндегі геометриялық фигуралар қозғала бастайды. Кенеттен оның айналасында күш өрісі пайда болады. Дәл осы сәтте жақын жерде жатқан бос сода құтысы энергияға тартылады. Ал келесі сәтте оның жанындағы үстелде дәл сол құмыра пайда болады. Эмма, шошып кеткен Эмма мұның қалай болғанын сұрайды. Түсінуге тырысқанда, Нох бұл құмыраны бір жерден екінші жерге ауыстырған, қандай да бір портал болуы мүмкін екенін айтады. Бірақ ең таңғаларлығы әлі алда. Нох құмыраға қолын тигізген бойда ол өздігінен толтырыла бастайды және одан сода төгіле бастайды. Құмыра қайтадан жаңа болып кеткендей. Мұны көрген екеуі де шошып кетті. Содан кейін Эмма Мимзидің бұдан да таңғаларлық істер жасай алатынын айтты. Ол болашақты болжай алады. Дәл осы сәтте Мимзи Эммаға әкелерінің келе жатқанын хабарлайды. Ал бірнеше секундтан кейін олардың анасы келіп, Дэвидтің бірнеше минуттан кейін сонда болатынын хабарлайды. Олардың әкелері келгенде, Эмма Мимзидің шынымен де ерекше қабілеттері бар екеніне сенімді болады. Отбасы ақыры қайта қосылды және бір қарағанда бәрі жақсы болып көрінеді. Бірақ балалар бұл дүниеде жоқ нәрсені тапқандарын біледі. Келесі күні таңертең Дэвид ұлы Нохпен біраз уақыт өткізуге тырысады және оны гольф ойнауға шақырады. Бірақ Нохқа бұл мүлдем қызық емес. Ол ешқашан спортта мықты болмаған. Сондықтан ол үйде қалып, бейне ойындар ойнағанды жөн көреді. Бірақ Дэвид оны көндіреді. Екеуі де гольф алаңына барады. Онда Дэвид оған клубты қалай дұрыс ұстау керектігін, қалай тұру керектігін және қалай соққы беру керектігін үйретеді. Нох допты соғуға дайындалып жатқанда, оның алдында кенеттен дәл сол кристалды энергия пайда болады. Ол оны бағыттап тұрғандай. Ол тербеледі де, қалыпты ұшудың орнына доп бір түрлі порталға соғылып, бірнеше секундтан кейін алаңның ең алыс бөлігіне жетеді. Дэвид бұған таңғалып, ұлының бойында жасырын талант бар деп ойлайды. Бірақ Нох бұл оның шеберлігінде емес, кристалдың күшінде екенін біледі. Біраз уақыттан кейін Нох досы Гарримен бірге мектепке барады. Жаратылыстану сабағында профессор Ларри қоршаған ортаның ластануы тірі организмдердің діңксына қалай әсер ететінін түсіндіреді. Және мұны көрсету үшін ол адамның қоршаған ортаға зиянын тигізетін әрекеттерінің нәтижесі болып табылатын екі басты жыланды көрсетеді. Сабақ аяқталмай тұрып, профессор Ларри қорытынды емтихандарының нәтижелерін қайтарады және барлығына табиғатқа қамқорлық жасаудың қаншалықты маңызды екенін еске салады. Нох өз жұмысын қарап шыққанда,
ол өз бағасына мүлде риза емес. Өйткені ол ғылымда әрқашан әлсіз болған. Ол сол жерде жұмысын тастап кетіп қалады. Бірақ Ларри барлық қағаздарды жинай бастағанда, Нұхтың жаймасының артқы жағында бір түрлі нәрсені байқайды. Бұл өте егжей-тегжейлі және күрделі сурет. Таң қалып, Нұхқа телефон соғып, оның не екенін сұрайды. Бірақ Нұх оның түсінігі жоқ деп жауап береді. Ол оны ойланбастан жай ғана бояды. Мұны естіген Ларри одан сайын абдырап қалады. Кейінірек ол суретті өзінің құрбысы Наомиге көрсетті. Наоми оны көрген сәтте, ол таңбаны танығандықтан шошып кетті. Ол бұл табиғат пен бүкіл ғалам арасындағы байланысты бейнелейтін өте көне белгі екенін түсіндірді. Ол кішкентай баланың соншалықты егжей-тегжейлі нәрсені қалай салғанын түсіне алмайды. Және Ларри түсінде дәл осындай пішінді көргенін айтқан кезде жағдай одан да оғаш болады. Екінші жағынан, үйде Нұх әкесіне компьютерде бірдеңе көрсетіп жатыр. Ол снарядты пайдаланып үйренген дыбыс толқындарын қайта жасады. Дэвид мұны көргенде қатты әсер етті. Қазір Нұхтың сенімі артып келеді. Және ол экспериментті мектептегі ғылыми жәрмеңкеге ұсынуды ұйғарды. Ғылыми жәрмеңкеде Нұх өрмекшілерді екі нүктенің арасына тор тоқу үшін дыбыс толқындарын пайдаланады. Жиналғандардың бәрі таң қалды. Әсіресе профессор Ларри Нұх бұрын соңды ерекше болмаған, бірақ бүгін ол керемет нәрсе жасады деп санайды. Бірақ сонымен бірге үйде қорқынышты нәрсе болып жатыр. Эмма күтушісінің қасында және оған сиқырлы трюк көрсетуді шешеді. Ол тастың сынықтарын еденге лақтырып жібереді де, кенет олардың бәрі ауада қалқып кете бастайды. Олар біріккенде сол күлгін энергия қайтадан қалыптаса бастайды. Эмма сабырлы түрде қолын осы энергияға батырады және оған ештеңе болмайды. Мұны көрген күтуші шошып кетеді де, бірден үйден жүгіріп шығады. Осы кезде Эмманың ата-анасы үйлеріне қайтады. Анасы не болғанын сұрағанда, Эмма жазықсыз жауап береді. Ол жай ғана сиқырлы трюк көрсетті. Дэвид бұған аса мән бермейді. Бірақ Джо бір нәрседен күдіктене бастайды. Ол күтушіні оңай қорқытуға болмайтынын біледі. Ал екінші жағынан, бір кездері ғылымда әлсіз болған Нұх қазір кенеттен осындай таңғажайып эксперименттер жасап жатыр. Мұның бәрі оған бір түрлі болып көріне бастады. Олардың ата-аналары бір-бірімен сөйлесіп жатқанда, Нұх осы тас сынықтарын алу мүмкіндігін пайдаланып, оларды тыныш жасырады. Өз бөлмесінде. Өйткені қазір тіпті ол бұл заттардың ерекше ғана емес, сонымен қатар қауіпті болуы мүмкін екенін түсіне бастады. Бірақ ішке кірген бойда кристалдың қайтадан өзгере бастағанын көреді. Бұл жолы ол бөліктердің біріне баяу тартыла бастайды және бұл бөлік гель тәрізді пішінге дейін жұмсарып, ішіндегі кристалды толығымен сіңіреді. Бірнеше секундтан кейін екеуі бірігіп, бір түрлі жаңа құрылғы жасайды. Кенеттен бұл құрылғы бөлмеден ғана емес, бүкіл қаладан қуат ала бастайды. Бірнеше минуттан кейін бүкіл қала қараңғылыққа батып кетті. Жарық сөнген кезде Нұх үрейленіп, жаңа құрылғыны шкафына тез тығып қояды. Дәл осы кезде бөлмеге әкесі кіріп, бәрі жақсы ма деп сұрайды. Бірнеше секундтан кейін ештеңе болмағандай электр қуаты қайта қосылады. Дэвид бұл әдеттегі электр қуатының үзілуі деп болжайды. Бірақ Нұх мұның бәріне осы құрылғы себеп болғанын біледі. Ол қазір қорқып, Эммамен сөйлесіп жатыр. Ол оған қораптағы заттардың қауіпті болуы мүмкін екенін және оларды тастау керектігін айтады. Бірақ Эмма бірден бас тартады. Ол Мимзиді жібергісі келмейді. Оның айтуынша, Мимзи маңызды миссияны орындау үшін келген. Сондықтан Нұх үкіметтің электр қуатының үзілу себептерін тергеуді бастағанын білмей, барлығын бөлмесіне жасыруды шешеді. Екінші жағынан, қауіпсіздік бөлімінде директор Натаниэль шұғыл жиналыс шақырады. Ол ешқандай себепсіз электр қуатын жаппай өшіру өте қауіпті екенін айтады және өз командасына оның нақты себебін табуды бұйырады. Сол түні екі ағасы да, әпкесі де бөлмелерінде ұйықтап қалды. Бірақ Нұх бір түрлі түс көрді. Ол жер үстінде аспанда қалықтап жүргенін көрді. Оның дәл алдында ғарышта тізіліп тұрған алып хрустал көпірге ұқсайтын үлкен құрылым пайда болды. Құрылыс аяқталуға жақын қалғанда Нұх кенеттен қорқып оянды. Келесі күні ол Эммаға өзінің арманы туралы айтып берді. Таң қаларлықтай, Эмма да дәл осындай түс көрді. Екеуі де бұл туралы ешкімге айтпауды шешеді. Кейінірек Нұх видео ойын ойнап жатқанда есік қағылады. Ол оны ашып, шошып кетеді. Өйткені оның анасы Джомен сөйлескісі келетін профессор Ларри мен Наоми сол жерде тұр. Джо оларды кіруге шақырады. Ларри Нұхтың емтихан суретін көрсетеді. Ал Наоми оның өте ежелгі және ерекше символ екенін, және оны тек ерекше қабілеттері бар балалар ғана дәл солай, тіпті оны зерттемей-ақ сала алатынын түсіндіреді. Ол сондай-ақ мұны олардың қолындағы сызықтар арқылы анықтауға болатынын айтады. Мұны естіген Нұх тез арада қолдарын көрсетуді ұсынады. Бірақ Наоми одан ерекше ештеңе таппайды. Содан кейін Эмма алға шығып, қолдарын көрсетеді. Ал Наоми оларды көрген сәтте ол таңғалады. Ол Эмманың ішінде өте таза және күшті энергияны сезінетінін айтады. Бірақ Джо мұның бәрін бос сөз деп қабылдамайды. Мұның бәрі оған шамадан тыс естіледі және ол одан да маңызды нәрселер бар екенін айтады. Олар кетіп бара жатқанда, Эмма қоян Мимзидің оған 7 тау кітабынан сурет салуды үйреткенін айтты. Мұны естіген Ларри мен Наоми бір-біріне таңырқай қарады. Өйткені Эмма кітапты дұрыс атады. Бірақ оның көзінше бұл туралы ешкім ешқашан айтқан емес. Келесі күні таңертең таңғы ас үстінде одан да оғаш нәрсе болып жатыр. Нұх көзілдіріксіз келіп, оларға енді қажет емес екенін айтады. Өйткені ол қазір бәрін анық көріп тұр. Мұны естіген Дэвид таңғалады. Бірақ ол ешқандай реакция жасамайды. Содан кейін ол Эммаға Мимси қоянды үстелге қалдырмауын айтады. Бірақ Эмма Мимсидің денсаулығы нашар екенін және оған көмек керек екенін айтады. Сәл ашуланған Дэвид одан қант беруін өтінеді.
содан кейін бірдеңе болып, бәрі шошып кетеді. Эмма қантты ұстамай-ақ, оны ауаға көтеріп, тікелей жарма ыдысына құяды. Бұл әрине қалыпты жағдай емес. Нұқтың көру қабілетінің жақсарғанын және Эмманың оғаш қабілеттерін көріп, Джо мен Дэвид қатты уайымдады. Олар бірден Ларри мен Наомиге телефон соғып, таңғы ас кезінде болған оқиғаның барлығын айтып береді. Олар не болып жатқанын түсінбейді, бірақ олар үлкен және қауіпті нәрсе болатынын сезеді. Дәл осы сәтте Нұх жүгіріп келіп, Эмманың бөлмесіне кіруін сұрайды. Барлығы бөлмеге кірген бойда аң-таң болып қалады. Эмма Мимсимен бірге кереуеттің үстінде ауада қалықтап жүр. Бұл енді Джо үшін соңғы шекке айналады. Ол ашуланып, жағажайдан әкелген барлық заттарын, тастарды, хрусталды және Мимсиді алып, Эмманың үмітсіз өтініштеріне қарамастан, бәрін қоқыс жәшігіне тастайды. Сол түні Эмма Мимсиді сағынғаны үшін қатты жылады. Сосын Нұх оның бөлмесіне кіріп, оны таңғалдырды. Ол қоқыс жәшігінен жасырын алып шыққан заттарының бәрін әкелді. Эмма тынышталып, Нұхқа Алиса әйнек арқылы кітабынан бірнеше маңызды белгілерді тапқанын айтты. Бұл әңгімеде Алиса айна арқылы басқа әлемге енеді. Ең қызығы, суреттердің бірінде оның қолында Мимсиге ұқсайтын қоян ұстап тұрғаны. Енді Эмма Алиса айнадан өткендей, ол да солай істеу керек екеніне толық сенімді. Ал ол үшін бұл айна тас кесектерінен пайда болатын күлгін энергия. Эмма оны сынап көруді ұйғарып, Нұқтан көмек сұрайды. Олар тас кесектерін бірге айналдырады және сол күлгін энергия қайтадан пайда болады. Бұл жолы Эмма қозғалады. Жақындап, бетіңізді энергияға батырыңыз. Ол бірден бірдеңені көре бастайды. Болашақтың зертханасы және Мимсиді жасаған ғалым. Бірақ энергия оған әсер ете бастайды. Нұх шошып кетеді де, жаман ештеңе болмайынша, оны тез арада кері тартып алады. Шуды естіген олардың ата-аналары бөлмеге баса көктеп кіреді. Бірақ Нұх Мимси мен тасты тез жасырады. Кереуеттің астына Эмма сауығып жатыр. Бірақ ол болашақ ғалымды көргенін айта береді. Сіз күткендей, олардың ата-аналары бұл жай ғана оның қиялы деп ойлайды және олар екі баласын да маманға апаруды шешеді. Бірнеше сынақтан кейін дәрігер таңғалдыратын нәрсені тапты. Оның айтуынша, Эмманың миы қарапайым балаларға қарағанда әлдеқайда жылдам дамиды және оның кейбір бөліктері ересек адам сияқты белсенді. Дәрігер қосымша сынақтар жүргізуге рұқсат сұрайды. Бірақ Дэвид пен Джо біраз ойланғысы келеді. Осы уақытта Дэвид жұмыстан үзіліс жасап, отбасымен бірге уақыт өткізуді ұйғарады. Барлығы бір күнді тыныш өткізуге тырысады. Бірақ кенеттен Натаниэль бір топ сарбазбен бірге үйге келеді. Ол бүкіл қалада электр қуатының өшуі осы жерден басталғанын және бұл жерде қауіпті нәрсе болуы мүмкін деп күдіктенетінін түсіндіреді. Эмма бірден алға шығып, оның отбасына қауіп төніп тұрған жоқ екенін айтады. Содан кейін ол оларға жағажайдан тапқан жұмбақ заттар туралы бәрін айтып береді. Уақытты босқа өткізбей, барлығын мемлекеттік зертханаға апарады. Онда Мимси тастармен құрылғы тәркіленеді. Зертхананың ішінде Эмма барлығының көзінше тастардың күшін көрсетеді. Ол оларды ауаға лақтырып, сол күлгін энергияны қайтадан жасайды. Ол мұның бәрін Мимси үйреткенін түсіндіреді. Ғалымдар Мимсиді зерттеу үшін машинаның ішіне орналастырды және олардың тапқандары барлығын таңғалдырды. Бұл кішкентай ойыншықтың ішінде өз уақытынан әлдеқайда жоғары технология бар. Натаниэль шұғыл түрде кездесуге жазылады. Барлығы бұл заттың нақты не екенін және оның құрамында қандай ақпарат бар екенін білгісі келеді. Дәл осы кезде Эмма Мимсимен сөйлесе алатынын және оның маңызды хабары бар екенін айтады. Эмманың айтуынша, болашақ ғалым уақыт өте келе ескерту жіберген, өйткені жерге қауіп төніп тұр. Ол адамдарды жібере алмады. Сондықтан ол Мимси сияқты ойыншық құрылғыларды әртүрлі уақыт желілеріне жіберді. Бірақ саяхат кезінде Мимси ғана аман қалды. Енді оның жүйесі істен шықты. Ол болашаққа қайта оралу керек. Эмма көмек сұрайды. Бірақ Натаниэль мұны бос сөз деп қабылдамайды және тергеуді жалғастыруды бұйырады. Сол түні Нұх пен оның әкесі зертхананың ішіндегі бөлмеде ұйықтап жатқан. Кенет Нұх басынан Эмманың дауысын естіді. Ол оған Мимсиді қайтару керек екенін және бұл үшін олар қашып кету керек екенін айтты. Нұх келіседі, бірақ ол бөлмеде камера бар екенін біледі. Сол кезде Эмма оған дыбыс толқындары деп еске салады. Нұх раковинадағыдай дыбыстарды шығарады. Бірте-бірте бірнеше тарақандар сыртқа шығып, камераның алдына жиналады. Олар көріністі толығымен жауып тастайды. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Нұх ақырын сыртқа шығып, Эммамен кездеседі. Енді екеуінің де мақсаты бір, Мимсиді қайтару. Бірақ мәселе мынада, Мимси жабық бөлмеде ұсталады. Эмма есікті ашу үшін өзінің ақыл, ой қабілеттерін пайдаланады. Олар ішке кіріп, Мимсиді, құрылғыны және тас кесектерін алып кетеді. Бірақ қазір тастар әлсіреп, жеткілікті қуат өндіре алмай жатыр. Содан кейін Эмма жағажайдағы үйде әлі де біраз сынықтар бар екенін есіне алады. Екеуі де тез арада сол жерге баруды шешеді. Көшеде олар фургонды тауып алады. Ал Нұх әйтеуір оны іске қосып, рөлге отыра алады. Бірақ біраз уақыттан кейін фургонның жанармайы таусылады. Эмма оған уайымдама, ол көмекке шақырды дейді. Арғы жақта профессор Ларри кенет оянып, тағы да сол оғаш түс көргенін айтады. Ол сол жерге жетіп, Нұх пен Эмманы сол жерден табады. Эмма оған бәрін түсіндіріп, жағажайдағы үйге жету керек екенін айтады. Соңында Ларри мен Наоми оларға көмектесуге келіседі. Жолда Эмма Мимсидің әлсіреп бара жатқанын байқайды. Ол оны құшақтап жылай бастайды. Ал оның бір көз жасы өзі сіңіріп алған Мимсиге түседі. Ақыры олар жағажайдағы үйге жетеді. Ағасы мен әпкесі бөлмеден тастың қалған бөліктерін алып,
оларды біріктіру үшін сыртқа шығады. Бұл жолы одан да күшті күлгін энергия пайда болады. Мемзи бұл тастар бірігіп уақыт машинасын құрайтынын, бірақ оған қуат көзі қажет екенін түсіндіреді. Оны іске қосу үшін содан кейін Нох кристалдан жасалған құрылғыны есіне алады. Ол оны көліктің жанына қойса, кенеттен ол үлкен энергия шығара бастайды. Уақыт машинасы іске қосылды. Эмма Мемзиді энергияның ішіне орналастырады, бірақ кенеттен оның қолы да порталға тартыла бастайды. Ларри мен Наоми оны құтқаруға тырысады, бірақ оларды күш өрісі тоқтатады. Дәл осы кезде Дэвид, Джо және Натаниэль тікұшақпен келеді. Олар Эмманы құтқаруға тырысады, бірақ ішке кіру мүмкін емес. Нохтың батылдығы бар. Ол кішкене олқылықты байқап, әкесіне генераторды шешуін айтады. Содан кейін ол ішке кіріп, бар күшімен Эмманы артқа тартып алады да, ақыры оны сыртқа шығарып үлгереді. Сонымен бірге машина барлық энергияны сіңіреді және портал жабылып, Мемзиді болашаққа қайтарады. Болашақта ғалым Мемзиді тауып алады да, ақыры шындық ашылады. Эмманың көз жасында жерді құтқаруға көмектесетін белгілі бір генетикалық ақпарат бар. Қазіргі уақытта барлығы порталдың жоғалып бара жатқанын көріп отыр. Мемзи енді жоқ, бірақ олардың барлығы мұның үлкен мақсаты бар сияқты сезінеді. Натаниэль істі жауып, отбасын босатады. Біраз уақыттан кейін бәрі бұрынғы қалпына келеді. Нох пен Эмма мектепке қайта оралады. Сабақта мұғалім демалыс күндері не істегендерін сұрайды. Ал Эмма өзінің керемет саяхатын еске алып жымиды. Ол өзінің батылдығының арқасында адамзаттың болашағын сақтап қалғанын түсінбейді. Бұл фильм сізге қалай ұнады? Төмендегі түсініктемелерде өз ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Егер сізге бұл видео ұнаған болса, лайк басуды және осы сияқты таңғажайып оқиғаларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.